Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, сурдаудармада Самал Нұрым. Уақытша ұстау изоляторынан 96 адам босатылды. Олар негізсіз қамауға алынған. Бір күннің өзінде Алматы прокуратурасы 24 тұрғынды бостандыққа жіберді. Қазір қаңтар оқиғасына қатысты ұсталғандардың құқығын бұзу бойынша 133 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Ішінде құзыретті асыра пайдалану, өлім, азаптау деректері де бар. Бұл туралы мәжілісте бас прокурордың орынбасары мәлім етті. Незаконные действия, в том числе пытки. Заңсыз іс-әрекеттер, оның ішінде азаптаулар тергеудің бастапқы кезеңінде болады. Адамдар оқиға орнынан полицияға жеткізілгеннен кейін тергеуші немесе жедел уәкілмен оңаша қалады. Ал олар процессуалдық сипаттан тыс қарым-қатынасқа жол береді. Ұсталғандардың көбі өз құқықтарын білмейді, қорғаушыны да талап етпейді. Полицияларға бұл тиімді, себебі ұсталғандармен жұмыс жүргізудің реттелген нақты тәртібі жоқ. Қаңтардағы оқиғалар бұған айқын дәлел. Бүліктің себебі ұйымдастырған кімдер және террористік актілерге қатысты істерді анықтау бас прокуратураға жүктелді. Қадағалаушы органның жедел тергеу тобы 2700 істі тексеріп жатыр. Қатарында 45 лаңкестік әрекет, 36 жаппай тәртіпсіздік және 15 адам өлтіру бойынша істер бар. Жалпы ішкі істер құрылымында 2,5 мыңнан аса қылмыстық істер келіп жатыр. Басым бөлігі тонау мен ұрлыққа қатысты. Сондай қаңтардағы оқиға төтенше жағдай режимі туралы заңның тиімсіздігін көрсетті. Өйткені заңда қысылтаяң кезде халыққа жедел, әлеуметтік, психологиялық көмек көрсету ережелері қарастырылмаған. Төтенше жағдайлар министрлігіндегі 3 кеңесі зардап шеккен бүкіл елді айтпағанда өз мамандарына да жетпеген. Енді ақшта есепшот ашқандар туралы ақпарат алу оңтайланбақ. Бүгін Сенат Қазақстан мен ақш арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы келісімді ратификациялады. Заң аясында ақштағы Қазақстан азаматтарының есепшоттары қатаң бақыланады. Әрі отандастарымыз ол жақта жүріп те салық төлеуден жалтара алмайды. Бұл мемлекет бюджетіне түсетін түсімдерді арттыруға сеп. Заң жобасы қаржы ұйымдарының, оның ішінде кредиттік ұйымдардың, сақтандыру және басқа да осыған ұқсас компаниялардың қызметтерін қамтиды. Осы режимге қосылмаған жағдайда халықаралық банк аударымдары сомасының 30% ұсталуы мүмкін. Келісімге сәйкес біздің тарап елде шот ашқан барлық америкалық жеке және заңды тұлғалар туралы да ақпаратты беруге міндетті. Заң шетелдегі қаржы жүйесін бақылауға, ақштағы Қазақстанның резиденттері және азаматтары туралы тиісті ақпарат алуға, Қазақстан қаржы институттарының әкімшілік шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бүгін Сенат отырысында президент жарлығымен Сенат депутаты болып сайланған Ләззат Молдабекқызы ант берді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтың парламенттің депутаты болуы тәуелсіз еліміздің тарихында алғаш рет орын алып отыр. Жалпы мемлекет басшысы бұл санаттағы азаматтардың саяси өмірге белсенді араласуына үнемі баса мән беріп келеді. Ләззат Молдабекқызының сенатор болуы соның нақты нәтижесі. Цифрлық майнинг заңнамалық тұрғыда реттеледі. Президенттің тапсырмасы аясында премьер-министр арнайы кеңес өткізіп, цифрлық майнингті көлеңкеден шығару бойынша бірқатар мәселені талқылады. Әлихан Смайыловтың сөзінше 2021 жылға дейін электр энергиясын тұтыну 2%-ға өссе, былтыр бұл көрсеткіш 6%-тен асқан. Мұндай өсім көлеңкелі майнингтің салдары деген үкімет басшысы, елімізде электр энергиясы тапшылығының өсуіне жол бермеу. Сондай-ақ қызметтің аталған түрін көлеңкелі сектордан шығару мақсатында тиісті министрліктерге нақты тапсырмалар берді. Қазіргі уақытта майнинг мәселесі бойынша заңнамаға қажетті түзетулер әзірленіп жатыр. Танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов және Азизжан Саидбаев қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен ұсталды. Алматы қалалық соты оларға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын растады. Күдіктілердің заң бұзушылығы дәлелденсе 5 жылдан 10 жылға дейін сотталуы мүмкін. Қазір Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов тергеу сотының шешімімен 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде кепіл ақшамен босатылды. Ал Азизжан Саидбаевты сырттай қамауға алу туралы сот шешімі шықты. Елде өткен бір тәулікте 3329 адам коронавирус жұқтырды. Жалпы індеттің ілмегіне іліккендер саны 1.283.171-ге жетті. Бір күнде 9334 науқас айығып шықты. Жағдайдың тұрақталуына байланысты тағы бір өңір Шығыс Қазақстан қызыл аймақтан шықты. Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары әлі де қауіпті өңір қатарында. Сары аймақта Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан облыстары болса, Шымкент қаласы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары жасыл аймақта. Павлодар өңірінде 345 мыңнан аса адам коронавирусқа қарсы екпенің екінші компонентін салдырды. Бұл вакцина алуға тиісті тұрғындардың 69%. Осының нәтижесінде аймақта ковид жұқтырғандар саны азайып келеді. Мәселен, соңғы тәулікте 285 адамнан вирус анықталған. Ал жазылып шыққандар саны 800-ге жуықтады. Індеттің жүкті әйелдер мен балалардың арасында тез таралатыны байқалып отыр. Қазіргі уақытта 300-ге жуық аяғы ауыр келіншек ем қабылдап жатыр. Олардың 7-і соңғы тәулікте анықталған.
Ресейде коронавирус жұқтыру бойынша жаңа антирекорд тіркелді. Бір тәулікте 183 мыңнан астам адам індет анықталған. Бізбен тікелей байланысқа Мәскеудегі тілшіміз Индира Бегайдар қазір шығып тұр. Индира, ауру шарықтау шегіне жетті ме, мамандар не деп жатыр? Индира. Рахмет, саламат. Қазір әр 5-ші науқастың 4-еуінен омикрон штаммы анықталуда. Дәрігерлердің пікірінше ауру шарықтау шегіне жетті. Мәскеу, Санкт-Петербург және Мәскеу облысында ауру жұқтырғандар көп. Қазір Ресейдің 85 өңірінде 12 жастан асқан балаларды вакцинациялау қарқынды жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні 41 мыңнан астам бала екпе алған. Это детишки от 0 до 3. Әсіресе 3 жасқа дейінгі балалар омикрон штаммын жиі жұқтырып жатыр. Сондықтан балаларға екпе салуға баса назар аударылуда. Тіпті 5 жастан асқандарға екпе салу үшін клиникалық зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл 1 жылдай уақыт алады. Науқас санының көбейгеніне қарамастан карантиндік шаралар жеңілдетілді. Енді коронавирус жұқтырғандармен қарым-қатынаста болғандар үшін карантин талап етілмейді. Сонымен қатар адам вирус жұқтырып 7 күн ем қабылдаса, кейін ПЦР тест тапсыру міндетті емес. Бүгінгі күні Ресейде 80 миллионнан астам адам коронавирусқа қарсы екпе алған. Іргелес елдегі эпидахуал осындай. Саламат, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Индира. Батыс Қазақстан облыстық ауруханасында омыртқаға жаңа рентген хирургиялық құрылғымен операция жасалды. С-доға қондырғысы арқылы рентген кескінді анық әрі сапалы көруге, науқастың жағдайын тереңірек зерттеуге болады. Дәрігерлер омыртқа жұлын ауруларының барлық түрін емдеуге мүмкіндік алды. Енді науқастарға Астанаға бармай-ақ нейрохирургиялық күрделі операцияларды өңірде жасатуға болады. Бұл жолы биіктен құлап, өндірісте жарақат алған құрылысшының омыртқасына ота жасалды. Поступил в полном порядке. Науқасты төменгі омыртқа жотасындағы ауырсынулар мазалады. Бұрын ота жүргізілсе де омыртқаның кей бөліктерінің ауруы басылмапты. Сондықтан жаңа қондырғының көмегімен тіліксіз ота жасалды. Рентген арқылы бақылап науқастың жүріп тұруына кедергі келтірген кемшін тұстарын анықтадық. Ота сәтті өтті. Соңғы 20 жылда Жаңаөзен халқы 100 мың адамға көбейген, бірақ демография жақсы болғанымен өңірде жұмыссыздық мәселесі өзекті. Мәжіліс депутаттары қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту үшін үкіметке 10 ұсыныс айтты. Ең алдымен жұмыссыздардың тізімін жасақтап, цифрлық платформаға енгізу қажет деп есептейді. Өзенмұнайгазға қызмет көрсететін 7-8 сервистік компания қасынан аутсорсинг мекемелер құрып, әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарды жұмыспен қамту қажет деді. Қаланы дамытудың жоспарын жасап, арнайы экономикалық аймақ құру керек. Депутаттар Жаңаөзенде шетелдік жоғары оқу орнының филиалын ашуда, кәсіпкерлерге пайызы төмен несие беруді де ұсынды. Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы жыл сайын Жаңаөзен қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына 750 миллион теңгедей көлемде қаржы бөліп келеді. Бұл Өзенмұнайгаздың мұнайдан түсетін жылдық пайдасының 0,5-1% қана екенін ескере отырып, қаланың әлеуметтік экономикалық мәселені шешуге бөлінетін қаржының көлемін бірнеше есеге дейін ұлғайту қажет деп есептейміз. Осы Жаңаөзен қаласында жұмыссыз тұрғындарды еңбекпен қамту бойынша облыстық комиссия жұмыс істеп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, мұнайлы қалада тұрғындар бір аптадан бері жұмыс талап етіп жатыр. Осыған байланысты облыс әкімі бірінші орынбасарының төрағалығымен комиссия құрылып, оның құрамына мемлекеттік органдар мен Қазмұнайгаз және Өзенмұнайгаз компанияларының өкілдері кірді. Олар бастамашыл топ өкілдерімен кездесіп, халықты жұмыспен қамту мәселелерін талқылады. Нәтижесінде жұмыссыз азаматтарды 3 бағыт бойынша қысқа, орта және ұзақ мерзімде жұмысқа орналастыруға шешім қабылданды. Қазірдің өзінде Өзенмұнайгаз компаниясында 100, оған сервистік қызмет көрсететін серіктестерде 61 жаңа жұмыс орны құрылатын болды. Ал жыл соңына дейін 400-ден астам адамды жұмысқа орналастыру жоспарда бар. Қысқа мерзімді жұмыс орнын ашу бойынша 161 жұмыс орнына қосымша тағы да мекемелермен сөйлесе отырып, жұмыс орнын көбейту жөнінде жұмыс жүреді. Орта мерзімді, ұзақ мерзімді жұмыстар бойынша жүйелі жұмыс жалғасын таба беретін болады. Біз комиссияның да өзінің ойы осы схеманы әділдігін қамтамасыз ете отырып, әрі қарай орналасатын адамдарды осы схема арқылы жүргізу. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың соңғы реформалары Қазақстанды жаһанға жаңа қырынан танытып, елдің әлемдегі аренадағы абыройын арттырады. Еліміздегі ахуалды жіті бақылап отырған Еуропа сарапшылары осылай деді. Айтуларынша, Қазақстан президенті қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті жоюға басымдық беріп отыр. Сондай-ақ еуропалық саясаткерлер жемқорлықпен күрестің жаңа тәсілін енгізу, шенеуніктердің санын қысқарту сынды тың өзгерістер мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттырып, бұқараның билікке деген сенімін күшейтеді деген пікірде.
Президент Тоқаев тың бастамаларды қолға алып бейбіт процестерді жүзеге асыруды бастады. Соңғы мәлімдемесінде президент ел азаматтарының құқықтарына басымдық беретін қадап айтты. Бұл позитивті даму, оң қадам. Биліктегілер де халыққа берген бұрынғы уәделерін жүзеге асырып, міндеттерін тиісті деңгейде атқаруға тырысуда. Мұндай оң өзгерістерге қуаныштымыз. Қазақстан Еуропалық одақтың маңызды серіктесі. Сондықтан біз Қазақстан мен Еуропалық одақ қатынасының онан әрі нығаятына сенімдіміз. Президенттеріңіздің жасап жатқан жағымды өзгерістерін бақылап отырмын. 23 өзекті мәселені тізбектеп, оны шешу бойынша үкіметке нақты тапсырмалар бергеніне таңғалдым. Аймақтық саясатты, әкімшілік басқаруды ретке келтіру, қаржы, әлеуметтік, білім, әділет салаларындағы өршіл жоспарларды дамытудың жаңа тарауын ашты. Жемқорлықпен күрес, басқа да қарапайым халықтың игілігіне бағытталған жобалардың енді сәтті жүзеге асырылатынынан үміттіміз. Елордада ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған соло веломарафон өтті. Астаналық велошабандоз Ернат Мелісұлы өзінің бастамасымен Қазақстан рекордын жасамақшы. Яғни бұл ел тарихындағы алғашқы қысқы марафон. Қайраткердің 150 жылдығына орай әуесқой спортшы 150 шақырымды бағындырмақ. Қашықтықты 10-12 сағатта еңсерем деп отыр. Велошабандоз шара арқылы ұлт ұстазының өмірі мен шығармашылығын, одан кейін салауатты өмір салтын насихаттамақ. Бұл тек қана бастамасы. Осы велошеруді бастағанымен жыл бойы бізде шаралар өтеді. Студенттердің арасында, жастардың арасында, оқушылардың арасында кәдімгі кездесу өткізіп, шеберлік сабағын өткізіп, кәдімгі презентация жасап, соны насихаттаумен айналсам. Және бірінші кезекте өзім танимын, бұл кісі адамзатқа ортақ тұлға, тек қана қазаққа емес. Әзірге осы сағат 20:00-де жүздескенше.